Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін сіздерге тоз-тозы шыққан халықтың етек жеңін жайып, мүддесін қорғаған қаһарман дара тұлға, қысылтаяң сәттерде қазақтың намысын бәрінен жоғары қойып, қарсы алдындағы жаудан қаймықпаған қолбасшы Бауыржан Момышұлының көпке үлгі болар дара өмір жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Көркем дизайн, қолайлы интерфейс, иманыңыздың шамшырағы, барлығы Қамар қосымшасында. Қосымшаны төмендегі сілтеме арқылы жүктей аласыз. Ысқырған жел, қақаған аяз, күндіз бораған қар, түнде түтеген боран. Әскерлерде дамыл жоқ. Қардың беті алқызыл түске боялған қанға толы. Герман әскерлері Польша мен Францияны аяғына басып, Кремль мен Варшаваны жайпап өтті. 1941 жылы маусымның 22-сі күні кеңес шекарасына басып кірген немістердің қарқыны қатты еді. Қатты болғаны соншалық Ленинград түбінен бір-ақ шықты. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан ажыраған әскерлердің кейбіреуі жынданып кетті. Кейбіреулері өзді-өзін атып өлтірді. Сонда да Ленинград қаласы 900 күндік шайқастың нәтижесінде жау қолына берілмеді. Ал Мәскеуде бұл кезде ойран тобырдың ұшағына айналған. Мәскеуде берілмеді. Мәскеу бірақ 900 күн бойы қорғанған жоқ. 1942 жылы қарсы шабуылға шықты. Мәскеу түбінде 74-тен астам дивизия жасақталып, барлығы 1.200.000 сарбаз жанқиярлықпен шайқасты. Оның ішінде қазақтың батыры комбат Бауыржан Момышұлы бар еді. Ол Василий Иванович Панфилов басқарған 316-шы атқыштар дивизиясының құрамында подполковник болды. Бауыржан үшін Мәскеудегі қан майдан өміріндегі ең маңызды кезеңдердің біріне айналды. Талай мәрте ажал құрық салса да оққа ұшқан жоқ, аязға үсіген жоқ, ыстыққа тұншыққан жоқ. Жаумен 200 рет бетпе-бет келіп, 16 рет қоршауды бұзып шықты. Кешегі Нартұрғалы Қабанбай қартайған шағына деген 103 рет жекпе-жекке шығып, барлығында жеңсе, бүгінгі Бауыржан ата бабасының ерлігін қайталай білді. Қазақтың қай заманда да қаһарман халық болып қалатындығын ұғындырды. 1941 жылы 16-18 қараша күндері аралығында Вермахтың Мәскеуге 2-ші дүркін шабуылы кезінде Бауыржан басқарған батальон өз дивизиясынан қашықта орналасқан Волоколам тас жолының бойында аса ерлікпен соғыс жүргізді. Комбаттың дарынды басшылығының арқасында неміс әскері бұл маңда 3 күнге іркіліп қалды. Бұл ерлігінен соң комбат өз жасағын асқан шеберлікпен қоршаудан алып шықты. Осындай бір қысылтаяң кездерде Бауыржан Момышұлы адам сенгісіз әдіс жасайды. Алдымен ол орманда күндіз тығылып алып, түнде ғана тығылып жүріп, партизандық соғыс жүргізеді. 316 атқыштар дивизиясының басшысы Панфиловке жалған ақпарат беріп, өздерінің түгел қырылғандығы туралы баяндайды. Бұл алдарқату амалына немістер де сеніп қалған болады. Осылайша 316 дивизияның 1075 сарбазын адам шығынысыз қоршаудан алып шығып, Панфиловтың алдына келеді. Панфилов сенер-сенбесін білмей, жас сардардың ерлігіне тәнті болып, көзіне еріксіз жас келеді. 1942 жылы қаңтар-ақпан айларының ұрыстарында 8-ші гвардиялық дивизияның Бауыржан басқарған полк жауынгерлері ерекше көзге түсті. Дивизия 2 ай ішінде батысқа қарай 500-ден 600 шақырым алға басып, фашистердің мыңдаған офицерлері мен жауынгерлерін саптан шығарады. Жарылған гранатаның, атылған автоматтардың оғын, жаңбырша жауған миномет пен пулеметтердің сұсты түрін көрген жанның зәресі зәр түбіне жететін еді. Бауыржан осының барлығына шыдас берді. Жаудың көптеген техникасын жойып жіберді. Бір қызығы, Бауыржан қақаған қаңтарда да, шіліңгір, шілдеде де 100 грамм татқан емес. Арам мен асқазанын бұлғамақ түгілі аузын да шаймаған. Әкесі мен аталары да дінге жақын жандар болған деседі. Бәлки, бұл да тектіліктің тағы бір нышаны шығар. 1944 жылы
комдив болып жүргенде Дубравка деревнясының маңында болған ұрыс кезінде қатты жараланады. Өзінің айтуынша, жерден шығып тұрған темірге құйымшақпен құлаған екен. Біраз уақыт атқа отыра алмай, төсекке жата алмай жүрді. 1945 жылдың 21 қаңтарынан бастап полковник Бауыржан Момышұлы Прибалтика майданының 9-шы атқыштар дивизиясын басқарады. Осы жылдың наурыз бен сәуір айларында Бауыржан басқарған дивизия Прикулия станциясының солтүстік батыс аймағын жаудан тазартып шығады. Ұлы Отан соғысы кезінде де ұлы даламыздан шыққан батырлардың саны есепсіз болды. Аузынан калима шахадатын тастамай, жаудың 300 ұшағын құлатқан Талғат Бигелдинов, Рейхстагқа жеңіс туын тіккен Арақымжан Қошқарбаев, Мәншік пен Әлия, Хиуаз сияқты қазақтың шынарларын ойласақ, бүгінгі атқан таңымыз бен батқан күніміздің қаншалықты баянды екенін білеміз. Бауыржан да осындай батыр бабаларымыздың көшбасшысы болған. Марқұм журналист Бейсен Құранбек өзінің бір сөзінде ойыңды түзеймін десең Абайды оқы, сөзіңді түзеймін десең Әуезовті оқы, мінезіңді түзеймін десең Момышұлыны оқы деген екен. Әрине, қазақтың бағына біткен осындай ұлы тұлғаның өнегелі өмірі мен тәрбиелік мәні зор тағдырын бір видеоға сыйғызу мүмкін емес. Бірақ сіздердің қолдауларыңыз болып, осы видео 10 мың қаралым жинайтын болса, Бауыржан атамыз жайлы видеолар топтамасын жалғастыратын боламыз. Ол үшін арнамызға жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймыз. Сіздер үшін оттаймыз.